Армысыздар, қайраткер ханымдар мен мырзалар. Бұл сенімхатты сот кабинеті арқылы беру. Келесі сабақта біз сенімхатты қалай қабылдап алуға болады, қалайша сот кабинеті арқылы сотқа жүгіне алады, соны көрсетеміз. Одан кейінгі сабақта чат GPT-ді қалайша өзіміздің көмекшіміз, оның ішінде заң көмекшісі ретінде пайдалана аламыз, қалайша баптауын келтіре аламыз, соны өтеміз. Қазақстанның және қазіргі күні ғылым мен технология заманының беріп атқан мүмкіндіктерін бос жібермей пайдалану керек. Ал бұл мүмкіндіктер сіздің қаржыңызды үнемдейді, уақытыңызды үнемдейді және өзіңізге деген сенімді арттырады. Әркімнің өмірінде бір ғана қайраткер бар, ол тек қана өзі. Бұл қайраткер курсының бірнеше минуты ғана. Толығырақ білгіңіз келсе, комментарийдегі жазбаны оқыңыз және ондағы сілтемеге өтсеңіз болады.